Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге мінсіз құймақ рецебін ұсынамын. Міндетті түрде дәл осы рецепті қолданып көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерде керемет болып шығатынына 100% кепілдік беремін. Барлық керекті заттардың құрамын осы видеоның астына грамдарымен жазып қоямын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа саламыз, дәміне қарай қант саламыз. Енді шым-шым тұз салып, венчикпен араластырамыз. Егерде сіздерде жұмыртқа өте кішкентай болса, 3 жұмыртқа салсаңыз болады. Бұл жерде миксер қажет емес, шанышқымен де араластыруға болады. Одан соң жылы айран құямыз, салқын болмауы керек. Кейін електен өткізіп ұн саламыз. Електен өткізсеңіздер, сіздің құймақтарыңыз биік, әдемі болып шығады. Ұнды бірден салмай, 2-3 бөліп салып, араластырып отырамыз. Бұл құймақтың консистенциясы қою қаймақ сияқты болып шығады. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, осындай болып шығады. Ең соңында жарты шай қасық ас содасын саламыз. Құрамында кефир болғандықтан бұл жерде реакция жүреді. Сол себептен де қамырды 10 минутқа қойып қойғанымыз дұрыс. Қамыр кішкене қоюлана түседі, піскенде күмпейіп, әдемі болып піседі. Менде 10 минут тұрды. Енді табаға сұйық май құйып, ас қасықты өте толтырмай салып, екі жағында қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, айранмен мінсіз құймағымыз дайын. Қараңыздаршы, күмпейіп әдемі болып шықты. Сіздерден лайк, пікір күтемін. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кеттіңіздер.